Саламатсыздар ма? Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжінің биология пәнінің жоғарғы санатты оқытушысы Әмірбекова Гүлшат Сайынқызы. Бүгінгі сабағымыз дене тәрбиесі және спорт мамандығының бірінші курс студенттеріне өтетін боламыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын, тіршіліктің дамыған ортасы жер ғаламшары екені барлығымызға мәлім. Келесі кезекте бейнероликке назар аударайық. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, жалпы жер тарихының даму кезеңдері менен көрсетілген. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы жер тарихы және оны зерттеу әдістері, мезозой және кайнозой замандарында тіршіліктің дамуы. Сабақтың мақсаты тірі табиғаттың пайда болуы мен шығу тегінің ақиқаттығына көз жеткізіп, дұрыс дүниетанымдылықты қалыптастыру. Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы теориясын талқылау арқылы студенттердің ой-өрісін дамыта отырып, жер тарихының даму жолдарын біліп, қазіргі экологиялық жағдайларға бей-жай қарамауға тәрбиелеу. Ғылыми деректер бойынша күн жүйесіне жататын жер ғаламшары бұдан 4,5-5 миллиард жыл бұрын газды, шаңды тұманнан пайда болған деген болжам бар. Мына жерде көрсетілгендей, жалпы жер тарихы геохронологиялық шежіредегі замандар, заманынан кезеңдерге, дәуірлерге және олардың миллиондаған жылдарға созылған уақыттары көрсетілген. Жер тарихының дамуы 5 заманға бөлінген. Архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой замандары. Осының ішінде біз мезозой және кайнозой замандарына тереңірек тоқталатын боламыз. Мезозой заманы өздеріңіз көріп отырғандай 250 миллион жылға созылған. Ал кайнозой заманы 65 миллион жылға созылған. Мезозой заманы 3 кезеңге бөлінеді: триас кезеңі, юра кезеңі және бор кезеңі. Триас кезеңінде мезозой заманының алғашқы кезеңі деп те атаған, яғни бұл кезеңнің соңғы жағында алғашқы сүтқоректілер пайда болды. Ал юра кезеңінде жабық тұқымды өсімдіктер мен жәндіктер пайда бола бастады, және де алғашқы құс, археоптерикс, қаңқа қалдықтары табылған. Бор кезеңінде құрлық бір-бірінен айқын бөліне бастады, ауа райы күрт төмендеп, динозаврлар жойыла бастаған кезең. Келесі кезекте видеороликке назар аударамыз. Триас кезеңі Пермь кезеңдегі қырылудан аман қалған жануарлар мен өсімдіктердің даму кезеңі. Дәл осы кезеңде алғашқы тасбақалар, кесірткелер және қолтырауындар пайда болды. Кішкентай бунақ денелілермен қоректенетін тышқанның мөлшерінде алғашқы сүтқоректілер тіршілік ете бастады. Юр кезеңі бауырымен жорғалаушылардың жақсы дамыған кезеңі болды. Олар барлық тіршілік ортасынан табылды. Теңіздерде ұзын мойынды плезиозаврлар және пішіні дельфиндерді еске түсіретін ихтиозаврлар және денесі ұзын және арық мозазаврлар мекендеді. Бұл жануарлардың барлығы жыртқыштар. Жалпы теңізде тіршілік ететіндерге аммониттер және бас аяқтылардың өкілі болған белемниттер де жатады. Жер бетін әртүрлі динозаврлар басып өтті.
рамфорингтер және птеродактильдер ауада ұшып тіршілік ете бастады. Птеродактильдердің қанаттары кеуде қуысы мен саусақтарының арасында орналасқан мембранадан тұрады. Юр кезеңінде птерозаврлар және осы кезеңнің соңына қарай көне құс археоптерикс пайда болды. Бор кезеңінде қырық жапырақ пен қылқан жапырақты ағаштардың орнына жабық тұқымды өсімдіктер шықты. Тіршілігін жоя бастаған жануарларға белемниттер, аммониттер және динозаврлар, сонымен қатар осы кезеңде өмір сүрген бауырмен жорғалаушылар жатады. Олар тасбақалар, қолтырауындар, гаттериялар және қабыршақтылар. Осы кезеңдегі жаппай жойылу метеордың жермен соқтығысуынан болуы әбден мүмкін. Осы жағдайлардың кесірінен жер бетінде көптеген өзгерістер орын алды. Мезозой заманы жер бетінде тіршіліктің ортаңғы заманы деп есептелген. Бұл заманда динозаврлар мен ашық тұқымды өсімдіктер кеңінен таралған. Келесі кезеңіміз кайнозой заманы, яғни жаңа тіршілік заманы. Кайнозой заманы үштік кезең және төрттік кезеңге бөлінген. Үштік кезеңнің өзі үш дәуірге бөлінген: палеоген, эоцен, олигоцен. Жалпы осы дәуірлерді қосқанда кайнозойдағы үштік кезең 42 миллион жылға созылған. Осы дәуірлерде, яғни кайнозой заманында тау түзілу процесі қарқынды жүрді. Адам тектес маймылдар мен адамның арғы ата-тегі пайда болған заман. Төрттік кезең, яғни неоген, 25 миллион жылға созылды. Мұздану ғасыры плейстоцен, ал соңғы ғасыр голоцен деп аталады. Қазіргі кезде тіршілік ететін сүтқоректілердің көп түрлері мен түр тармақтары төрттік кезеңде пайда болды. Бейнероликке назар аударайық. Органикалық әлемнің дамуындағы келесі бір ауқымды кезең кайнозой дәуірі. Шамамен 70 миллион жылға созылған кесірткелер әлемінен жаңа тіршілік дәуіріне бауырмен жорғалаушылардың аздаған тобы. Оның ішінде кесірткелер, жыландар, қолтырауындар және тасбақалар ғана өте алды. Үшінші кезеңнің алғашқы күндерінен бастап, жаңа дәуірде сүтқоректілер өз билігін жүргізе бастады. Сүтқоректілер ғасыры орнады. Сүтқоректілер сүт бездері дамыған, балаларын сүтпен қоректендіретін омыртқалы жануарлар. Аталған жануарлар класының өзгеріске ұшырауы өте жылдам жүрді. Кайнозой дәуірінің бастапқы кезеңінде-ақ қазіргі сүтқоректілердің, оның ішінде маймылдардың барлық топтары пайда болды. Жануарлардың аталған класының жылдам дамуы үнемі өзгеріп отыратын тіршілік жағдайларына бейімделе білгендігінің нәтижесінде мүмкін болды. Гүлді өсімдіктердің өркен жаюы да сүтқоректілердің эволюциясында айтарлықтай рөл атқарды. Айталық, маймылдар тек гүлді өсімдіктердің аясында ғана пайда болып, дами алды. Себебі олар негізінен жеміс-жидек және тұқымдармен қоректенді. Палеогендік кезең жер бетінде соңғы тіршілік иелеріне ұқсас бірнеше өсімдіктер мен жануарлардың кеңінен таралған дәуірі болды. Біртіндеп сүтқоректілердің жаңа түрлері пайда бола бастады. Қалталылар және ұрық жолдасты сүтқоректілер арасында айырмашылықтар болды. Алғашқы гоминидтер пайда болды. Неоген дәуірінде климат қауіпті еді. Температураның төмендеуі орманды алқаптардың қысқаруына және шөптесін өсімдіктердің кеңінен таралуына келді. Шөптесін өсімдіктер түрлерінің көптеп пайда болуы эволюцияның бірден-бір көрсеткіші болды. Дегенмен, осы кезеңде жыртқыштардың саны біршама көбейді. Сонымен қатар, кең шөптесін аумақтарда алғашқы приматтар пайда бола бастады. Қазіргі адамдар өкілі болып табылатын гоминидтер пайда болды. Біз қазір өмір сүріп жатқан төрттік кезең шамамен 1 миллион жыл бұрын басталды. Төрттік кезеңге тән ең маңызды құбылыстардың бірі адамдардың пайда бола бастауы болғандықтан, бұл дәуір адамзат дәуірі деп те аталады. Төрттік дәуірдің жойылған түріне мамонттарды, түкті керіктер және мегатерияны, яғни қазіргі пілдердің үлкендігіндей болатын алып еріншектерді жатқызуға болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, кайнозой заманы, яғни тіршілік заманы. Төрттік кезең бұл қазіргі кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Діни
көзқарас бойынша ғаламның пайда болуы туралы айтылған бейнероликке назар аударайық. Ғаламның пайда болуы. Ғаламның қалай пайда болғанын Құран бұдан 14 ғасыр бұрын хабарлап қойған болатын. Ол көк пен жерді жоқтан жаратушы. Оның жұбайы жоқ, баласы қалай болады? Ол әр нәрсені жаратты, және ол нақ нәрсенің бәрін біледі. 6 сүренің 101 аяты осылай дейді. Ғаламның кеңеюі. 14 ғасыр бұрын адамдар астрономия ғылымы туралы ештеңе білмеген уақытта ғаламның үздіксіз кеңейіп жатқаны туралы хабар түсірілді. 51 сүренің 47 аятына назар аударайық. Біз аспанды құдірет күшімізбен орнаттық, және біз оны кеңейтеміз. Ал ғаламның пайда болуына қатысты бүгінгі астрономия ғылымы жасаған қорытынды Құран арқылы түсірілген мәліметке толық сәйкес келеді. Көктің жаралуы туралы тағы бір Құран аятын мысал етейік. Ол 21 сүренің 30 аяты. Көктер мен жердің біртұтас болғанын, біз оларды бөліп, тірі нәрсенің барлығын судан жаратқанымызды иланбайтындар қалайша көрмейді? Қалайша олар иланбайды? Расында ғаламның қалай пайда болғаны жайындағы бүгінгі ғылыми жорамалдардың мәнісі дәл осындай. Үлкен жарылыс теориясы бойынша әуелде бүкіл материя, яғни ғаламдағы барлық объектілер, соның ішінде әлі жаралмаған, бөлінбеген көк пен жер бір ғана нүктеде болған. Бүкіл ғалам, ондағы барлық денелер осы нүктенің кенет ғаламат күшпен жарылуынан кейін жаралған. Өздеріңіз байқап отырғандай, діни көзқарас бойынша ғаламның пайда болуы бұл біздің Құран аяттарымызда нақтыланып көрсетілген. Бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге сөйлемді толықтырыңыз. Бұл тапсырмада 8 сұрақ берілген. Кайнозой дәуірін қамтыған уақыт шеңбері, приматтар пайда болған жануарлар отряды, алғашқы приматтардың пайда болған кезі, палеогеннің климаты, яғни үштік кезеңнің бірінші жартысындағы, антропогеннің климаты төрттік кезеңде, мезозой заманы 3 кезеңнен тұрды, юра кезеңінде алғашқы құс, мезозой заманындағы бауыр мен жорғалаушылар сөйлемдерін арғарай толықтыруларыңыз керек. Жаңа сабағымызды бекіту мақсатында әр ағзаны олардың сәйкес келетін кезеңдерімен байланыстырыңыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, 5 дәуір көрсетілген: архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой замандары. Сол жақта суреттер көрсетілген, яғни сол дәуірдегі пайда болған ағзалар. Бос төркөздерге осы көрсетілген ағзалардың қай дәуірде пайда болғандығын белгілеу арқылы сіз осы тапсырманы орындай аласыздар. Жер тарихының даму кезеңдері архей, протерозой, палеозой, мезозой және кайнозой замандары туралы мына қосымшада көрсетілген сілтемелер арқылы қарауыңызға болады. Үйге тапсырма: тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастарға арналған хабарлама жазу, әрбір тіршілік деңгейінің күрделенуіне байланысты өзіне тән құрылымдық ерекшеліктерін көрсететін кесте толтыру. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.